Селфи. Ассалаумағалейкум достар, кереметтей нұр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен арзан, сонымен қоса селфиға жақсы түсіретін алдыңғы камера сапалы смартфондарды сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Сондықтан видеоны аяғына шейін көріңіздер. Бірінші орында қандай смартфон екенін біліңіздер. Видеоға лайк басып, мына жақтағы подписаться деген кнопканы басып, комментарий қалдырсаң, бастайық. Әрине, күннен күнге жаңадан қаншама телефондар шығып жатса да, қазіргі таңда керемет алдыңғы камералар, селфи камералар, жақсы смартфондар шынымен де шығып жатыр. Арзан, сонымен қоса бір қолжетімді, қатты арзан да емес, қолжетімді смартфондар, алдыңғы камерасымен сапалы қолжетімді смартфондарды жасадық. Бірден айтайын, бұл топта бізде iPhone смартфоны жоқ. Сондықтан кім iPhone жақсы көреді? Ренжімеңіздер. Просто iPhone қымбат. Және де біздің бестікті ашатын алдыңғы камерасы ең жақсы 5-ші орындағы смартфон. Бұл жерде Huawei компаниясының P30 Lite смартфоны. Неге бұл смартфон? Айтайық, бұл смартфонның артқы камерасынан қарағанда алдыңғы камерасының мегапикселі көп. Ойлап қараңызшы. Артқы камерасында 3 камера, 14 мегапиксель, 8 мегапиксель, 2 мегапиксель, 3 камера. Үшеуінде мегапикселі 14, 8, 2 мегапиксель. Ал алдыңғы камерасының мегапиксель 32 мегапиксель. Бұл жерде IPS экраны орнатылған. Сонымен қоса автофокусы бар, оптический стабилизациясы бар. Керемет емес пе? Сонымен қоса ең қызығы бұл смартфонның алдыңғы қазір біз айта кететін смартфондардан бағасы ең арзан және ең қолжетімді. 90-100 мың шамасы аралығында бұл смартфонның бағасы осындай. Плюстарына келетін болсақ, бұл смартфонның камерасына байланысты фишкалары өте көп. Сонымен қоса көп комплектісі сымсыз қолданушыларға. Сонымен қоса сыртқы келбеті эффективный. Минусына келетін болсақ, артқы камерасы, основная камерасы, бастапқы камерасы 14 мегапиксельді ешқандай настройкаға ие бола алмайсыз. Яғни ISO, диафрагма сіз өзгерте алмайсыз. Және де бұл смартфонның минусы свет. Жарық көзі көп түспесе, басқа компаниялардың смартфондарынан сапасы төмен түсіретін болады. Сондықтан бұл жерде жарыққа да назар аударған жөн. Енді бізде 4-ші орындағы смартфон Honor View 20. Бұл смартфонның ерекшелігін айта кетейік. Бұл ең алғашқы смартфон, флагмандық смартфон, алдыңғы камерасы бір үлкен тесігі бар бір смартфон десем артық емес. Және де алдыңғы камерасы бір вау эффектпен, селфи, фотоға түсу вау эффектпен жасалу үшін 25 мегапиксельді матрицасы орнатылған. Тағы бір басқа смартфондарда қарағанда бұл смартфонның дыбыс жазылуы өте керемет. Дыбысты өте сапалы жазады. Сонымен қоса плюстарына келетін болсақ, топтық рейтингте орналасқан смартфон. Камера жағы қызық орналасқан. Яғни артқы камерасы болсын, алдыңғы камерасы болсын, ең қызығы сіз бұл жерде ISO, диафрагма, кез келген параметрді өзгерте аласыз. Бұл тағы бір плюс. Сонымен қоса бұл жерде тез зарядтағыш орнатылған. Өзінің оригинал зарядкасына қоятын болсаңыз, сізге тез қуат көзін алып бере алады. Сондықтан әр қарай селфи жасауға дайын тұрады. Минусына келетін болсақ, түсірілім барысында электр стабилизациясы ғана жұмыс жасайды. Сонымен қоса артқы камерасы, бастапқы камерасы көп бұғатталған. Бұл смартфонның орташа есеппен бағасы 130-150 мың теңгені құрайды. Ал енді достар, бізде 3-ші орында тұрақтаған Xiaomi компаниясының смартфоны Mi Mix 3 смартфоны. Mi Mix дегеннің бастапқы ойы, бастапқы бір қағидасы олар бүкіл экранды дисплеймен жаулап алу деген мағынаны білдіреді. Ешқандай жандағында узорлар қалмас үшін Mi Mix деп аталады. Бұл жерде де автофокус орнатылған, оптический стабилизациясы бар және алдыңғы камерасы 24 мегапиксельді құрайды. Бұл жерде де алдыңғы камерасының мегапикселі артқы мегапиксельден көбірек. Артқы мегапиксель бастапқы камерасының мегапикселі 14 мегапиксельді құрайды. Процессорына келетін болсақ, Qualcomm Snapdragon 846 процессоры орнатылған. Бұл деген сөз бір керемет селфи алып қана қоймай, бір топ ойындарды ойнай алатын боласыз. Оп-оңай. Бірақ минусына келетін болсақ, бір минусы бар. Әр адамға әртүрлі шығар. Бұл жерде батарейкасының миллиампері 3200 миллиамперді құрайды. Менің ойымша қазіргі таңда
керек деген адамға бір орташа есеппен смартфоны 4000 миллиампердан жоғары болуы қажет. Бұл смартфонның бір плюсына келетін болсақ, бұл өте берік смартфон. Экспертиза барысында бұл смартфонды құлату барысында бұл 1000 соққыға төтеп берген смартфон екен. Тағы бір плюсына келетін болсақ, бұл жерде сымсыз зарядка орнатылған. Ойлап қараңызшы. Және сонымен қоса бұл смартфонның бағасы 130 мың, 150 мың теңге шамаларында. 150 мың, 130 мың теңгеде сіз сымсыз зарядка ала аласыз. Ал Samsung'та сіз 400 мың ала алмасаңыз, Xiaomi компаниясына 150-120 мың теңгеге сымсыз зарядка аласыз. Менің ойымша бұл керемет. Минустарына келетін болсақ, бұл жерде суға төтеп беру кішкене нашар. Тағы да минусы картопамять салынбайды. Тағы да қосарым, бұл жерде салмағы өте ауыр. Яғни ұстап жүрген кезде бір качка жасап жүрген адам сияқты боласыз. Кімнің смартфоны қанша килограмм, қанша грамм, қанша тонна? Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Воу, достар, екінші орында нағыз селфиға арналған, осылай тұрып селфи түсіруге арналған смартфон бізде екінші орында. Samsung компаниясының смартфоны Samsung Galaxy S10 Plus смартфоны. Бұл смартфонның орташа есеппен қазіргі нарықтағы бағасы 200-250 мың теңгені құрайды. Жаңағы смартфондарға қарағанда бұл негізі өте қымбатырақ. Бірақ бұл өз бағасына тұрарлық смартфон. Неге? Көптеген композиция барысында сұранысқа ие смартфон. Сонымен қоса автофокусы бар. AMOLED дисплей орнатылған. Алдыңғы камерасы 10 мегапиксельді, бірақ сапалы матрицасымен. Артық камерасы 16 мегапиксель, тағы да қосымша 2 камерасы бар. Zoom 2 карттық смартфоны. Процессорына келетін болсақ, Samsung Exynos 9820 процессоры орнатылған. Оперативный памяті 8 гигабайт. Онымен ойнай аласыз. Сонымен қоса батарейкасы да жақсы, 4128 миллиамперді құрайды. Және де зарядкаға қоятын жері Type-C. Бір басты плюстарын айтатын болсақ, артқыда алдыңғы смартфонында автофокус орнатылған. Ойлап қараңызшы, керемет емес пе? Бастапқы камерасы өте керемет түсіреді. Сапалы стереодинамик орнатылған. Минустарына келетін болсақ, бұл жерде жаңағы саусақ сканері ашылу барысында асықпай ашылады. Сонымен қоса өшіріп қосу кнопкасы бір ыңғайсыз жерде орналасқан. Және де бір тағы бастапқы сіздерге ұнамайтын, және де маған да ұнамайтыны, бағасы өте қымбат. Шынымен де бағасы негізі қымбат. Бұл смартфонның негізгі бағасы бір әр кетсе 150 мен 200 мыңның арасы шығар. Алайда достар, селфиға керемет түсіретін, арзан, сонымен қоса сапалы, керемет түсіретін смартфонды сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Бұл жерде бірінші орында Google Pixel 3 смартфоны. Қолға ұстауға өте ыңғайлы, сонымен қоса Google компаниясының өзінің сапалы керемет процессоры орнатылған. Сонымен қоса Google Pixel 3 смартфонына тоқталатын болсақ, бұл смартфонның 8 гигабайт оперативный памяти бар. Ойынды оп-оңай көтеретін болады. Бұл жерде нағыз андроидтық версия орнатылған. Сонымен қоса слоттарда өзінікі. Экранның матрицасына келетін болсақ, OLED дисплей орнатылған. Алдыңғы камерасының мегапикселі 8 мегапиксель, бірақ өте сапалы матрицалармен. Сонымен қоса артқы камерасы 12 мегапиксельді. Процессорына келетін болсақ, Qualcomm 845 процессоры орнатылған. Минусына келетін болсақ, маған ұнамайтын бұл смартфонның бүкіл жаңағы селфи түсірілуі, артқы камерасы, ойынды көтеруі барлығы ұнайды, бірақ жер ұнамайды. Бұл жерде батарейкасының төмендігі 2945 миллиамперді құрайды. Егерде сіз ойнай беретін болсаңыз, видеоға түсіре беретін, фотоға түсіре беретін болсаңыз, тез отырып қалады. Сонымен қоса, егерде сіз плюсына келетін болсақ, егерде сіз бұл смартфон сатып алатын болсаңыз, Google сізге өзінің хранилищесі бар ғой, облачный хранилище, сізге безлимитный қанша фото сақтасаңыз да сонша фото сақтай беріңіз деген доступ береді. Керемет емес пе? Қанша фото, видео барын сақтай бересіз, Google өзі сізге ашып береді. Өйткені бұл смартфон Google-дікі жақсы. Google смартфонына минусына келетін болсақ, бұл жерде бірақ сим-карта қолданылады. Маған өзіме ыңғайсыз, бірақ мен iPhone ұстап жүрмін ғой. Өз басым тағы бір өзімнің мнением бойынша маған дизайны бір қатты ұнамайды. Сіз бен бізге де ұнамайтын шығар, бұл минусы енді қолжетімсіз. Бұның бағасы 250 мың, 350 мың теңге
тұрады. Бірақ шын мәнісінде бұл жаңағы смартфондарға қарағанда алдыңғы камерасы ең сапалы керемет түсіретін смартфондардың бірі. Google Pixel 3 смартфоны. Достар, видеоны аяғына шейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер қандай смартфондарды селфиға, нағыз селфиге арналған смартфон дейсіздер, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Біздің каналға жазылсаңыздар және Инстаграмға да жазылып кетіңіздер. Барлық ссылка описанияда. Рахмет барлықтарыңызға. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.